Барлығыңызға сәлем, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздермен ерекше хит тағамның рецептімен бөлісетін боламын. Бұрын егерде сіздер кафеден жегіп жүрген болсаңыздар, енді үйде өздеріңіз жасап жей аласыздар. Ең алдымен қамырын елеп аламыз. 500 грамм ұн, 1 шай қасық қант және де 1 ас қасық ашытқы салып, араластырып алып, сосын 280 мл жылы суменен қамыр елейміз. Қамырды жұмсақ қылып отырып елеп аламыз. Қамырды біріктіріп елеп алған соң бетін жауып 5 минуттай қоя тұрып, тағы да қайталап елесек майда болып шығады. Содан соң жылы жерге қойып, бетін жауып ашытып қоямыз. Қамыр ашыған соң ас тақтайға алып, ауасын шығарып, ұзын шақтап аламыз. Содан соң тең бөліктерге бөліп шығамыз. Тағы да ауасын шығарып отырып, елеп отырып, домалақ қылып жасап қоямыз. Содан соң бетін жауып қоя тұрып, бір шетінен бастап жасаймыз. Оқтауменен ұзын шақтап жайып аламыз эллипс формасында. Жұқалау қылып жайып аламыз. Сосын сұйық май жағып шығамыз бетіне. Қазір екі бүктеген кезде жабысып қалмас үшін сұйық май жағып аламыз. Содан соң тарақпенен бетін әсемдеп шығамыз. Бұл әрине таза тарақ. Тарақтың арасы осындай жиі болу керек. Сол себепті осындай кішкентай тарақты істеттім. Сонда әдемі шығады, арасы жиі болса. Енді көріп отырғандарыңыздай осындай әдемілеп жасап аламыз. Тағы да бірнеше қайталап көріп алыңыздар. Содан соң мантабарға дізіп аламыз. Суды салқын күйінде отқа қойып, су қайнағаннан кейін бар уақыт санап 12 минут буда пісіріп алсақ болды. Содан соң тәрелкемізге орналастырып, ортасына сәйімізді саламыз. Сәйін өз қалауларыңызша салсаңыз, қуырып алсаңыздар болады. Мен сүйір лағманның сәйін пайдаландым, өте дәмді болып шығады. Сүйір лағманның рецептін осы каналда бөліскен болатынмын. Немесе өздеріңіз қалаған көкөністерден, картоп сәбіздерден қуырып жасай берсеңіздер де болады. Назарларыңызға рахмет. Егерде соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар.